де жоқ сыймаған арнасына, жылға да жоқ даламен жалғасуға. Таста тұнған жаңбырдың тамшысындай, қалай біткен мына көл таубасына. Әлдилеп ақ мүсінін бермей тыным, ақ айдын ақ мүсінін бермей тұғын. Аққулар аман есен қайтқанынша, суына жетім көлдің шөлдей тұғын. Суымен сырқаттарын емдей тұғын. Бала жатыр төсекте күйіп жанып, баласының ана тұр күйін бағып. Қайдағы бір қатыге сұрқай ойлар, миын қарып барады, миын қарып. Ана күндіз тәуіп шағын едеп кетті. Әлде өтірік, әлде шын демеп кетті. Менен баланы аластаңдар. Деді дағы жайымен жөнеп кетті. Құрсаншы, қаяу малды тайлатуға. Екке жансыз санасыз жаратуға. Манақ беріп шалдың айтқан сөзі. Ұмытып кетті ме санатыңнан? Апырай, қалай барам? Атармын аққу ұсты қалай ғана. Айдынның аққулары ұйықтағанда, өрген мал өскен шырша қарайлаған. Барлығы қасиетке қарайлаған. Оғатам қасиетке қалай ғана. Бармаймын, бара алмаймын, қалай барам? Солған бәрі, толқызудан артық па? Бала өлсе бақытты керегіне. Тұпан су басып кетсін болғанда. Перзент сұрап несіне армандарын? Құрсын оны сенің жанын бақ. Оқыт әке, ат терінде болған бәрі. Аққулар аққу мойын сүмбе қанат, алаңсыз тарануда күнге қарап, айдынның еркелері білмей тұрмын, етермін қанатыңды кімге манат. Жаны сұлу ақ еркем ары сұлу, шошымай шолжаң өскен батырларың, ана тұрған шыршаға жақтады, көзі тұнған бейбағын топ аққуға, білмей қалды мылтықтың атылғанын. Үйу-құйу көлмаңы астан кестен, жерін алып тауқылап аспан көшкен, жаңғырығып жарсалып жартықтар тұр, жетім көлдің қайғысын бастан кешкен, тап жаңғыртып тамаша құстың әні, көл бетінде көлбеңдеп жаралақ қу, ұша алмайды, ұшпақ боп күш қылады. Жетім көлдің жағасында жылқы жаққан, дөңге шығып қарт тұрған жылқы баққан. Апырай, бұл кім болды таң сәріде? Көргенсіз көл басында мылтық атқан. Құстардың зәре құтын шырқыратқан, неғылған қанып біздер күлкі қатқан. Ей, кімсің? Тірісің бе? Жаның бар ма? Аққуды неге атасың, арың бар ма? Аққуды неге атасың, арың бар ма? Ей балам, болмады ғой, қасиет кетті көлден сорлады ғой. Тәуіптің айтқанының бәрі өтірік, атқа мін, ауылға қайт, олжаны ғой. Мін атқа, қайт ауылға тағат қылда. Білмеймін, сораттың ба, бағаттың ба. Аққуға кезеңерде ырым жаса, тым құрса, саусағыңды қанаттың ба. Жоқ, әлек боп атпалсым сорғайлы мен. Жоқ ата, жасамадым ондайды мен. Жасымнан естігенім бар еді. Әйтеуір аққу атқаным байды деп. Солай, аманат бір құдайға, қай-қайдағы түседі құрғыр ойға. Өңбе түспе әйтеуір таласуда, өліменен тірінің арасында, өліп жатқан ұлына қарасында, қалсын ана жетім көл жағасында. Жоқ, қасиет, шашымның қалыңдығы, сорыңдай мен қасиет. Орнында кен жетім көл жоғалмапты, ортаймапты немесе толалмапты, жағалауын жауыпты жасыл жалбыз, қасиетті аққулар оралмапты. Тынышталамыз. Soğurak koyalım. Pastama.
алаш барда ат өшпейтін, ұлтымыз ұлықтайтын, туындылары шаң басып архивтерде жатпайтын тұлға Мұқағали Мақатаев. Ақын шығармаларының ішіндегі зау биліктегі әуелеп тұратын әндерінің бірі «Есіңе мен алғайсың». Ең қызығы осы «Есіңе мен алғайсың» өлеңіне қаншама ән жазылды. Соның классикалық нұсқасы ұлы композитор Нұрғиса Тілендиевтікі. Мұқағали Мақатаев пен Нұрғиса Тілендиевтің шығармашылық одағынан 30 шақты ән туған. 1975 жылы ақын композитордың үйінде бір ай жатып талай туындының түндігіндірген. Дариғай, домбырамды берші маған өлеңін Мұқағали сонда жазған. Ал «Есіңе мені алғайсың» әні ақын мен композитордың ең соңғы әні. Сахнада 5-ші сынып оқушысы